Сәлеметсіздер ме студенттер? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз фонетиканың зерттелу тарихы. Осы тақырып аясында мынадай мәселелер қарастырылады. Бірінші, фонетиканың қалыптасу даму тарихы. Екінші, фонетиканың басқа тіл білімі салаларымен байланысы. Қазақ хандығының орыс патшалығы қол астына енуі екі елдің бір-бірімен қарым-қатынасын күшейтті. Осы кезде қазақ даласын жаппай қоныстандыру саясаты қолға алынады. Бұл қазақ халқының тілін, әдет-ғұрып, салт-дәстүрін білумен қатар, оның әдеби мұрасын орыс графикасымен жазып алу, қазақша орысша, орысша қазақша сөздіктер шығаруды жандандырады. Алайда бұл алғашқы кезде ғылыми негізде жоспарлы түрде жүргізілмесе де, кейінгі дәуірдің зерттеу жұмыстарына баспалдақ болғаны сөзсіз. Қазақ тіл білімі тарихының бастауы миссионер Ильминскийдің есімімен байланысты. Ол 1860 жылы Қазан университетінің жазбаларында «Материалы к изучению киргизского наречия» деген еңбегін жариялайды. Онда қазақ тілінде 8 дауысты, 19 дауыссыз дыбыстар бар деп, дауыстыларды жуан жіңішкеге, ал дауыссыздарды артикуляциясына қарай жіктейді. Ғалым дыбыстардың редукциясына, өзара үндесу алмасуына да көңіл бөледі. Сондай-ақ сөздердің бірыңғай жуан не бірыңғай жіңішке болатынын, екпін сөздің соңына түсетінін айтады. 1875 жылы Санкт-Петербургте Терентьевтің грамматика турецкая, персидская, киргизская и узбекская деген еңбегі жарық көреді. Бұл хронология бойынша келесі жарық көрген зерттеу болғанымен, фонетиканы дамытуға айтарлықтай үлес қосты деп айта алмаймыз. Түркі тілдеріндегі дыбыс жүйесі зерттелуінің жаңа кезеңі Радлов еңбектерінен басталады. Ғалымның 1882 жылы солтүстік түркі тілдерінің фонетикасы атты еңбегі Лейпциг қаласында неміс тілінде басылып шығады. Бұл түркі тілдеріндегі тұңғыш салыстырмалы фонетика. Мұнда дыбыс құрамы, дыбыстардың тіркесу заңдылығы, сингармонизм біршама шешімін тапқан. Қазақ тіл білімінің дамуына елеулі үлес қосқандардың бірі Милиаранский болды. Оның 1894 жылы жарық көрген «Краткая грамматика казах-киргизского языка» атты еңбегінде дауысты және дауыссыз дыбыстар, сингармонизм, дыбыстардың редукциясы, алмасу мәселелері барынша түбегейлі қарастырылған. 1897 жылы Катаринскийдің «Грамматика киргизского языка» деген еңбегі жарияланады. Автор еңбегінде дыбыстардың редукциясына, өзара алмасуына баса назар аударады. 1900 жылы баспа бетін көрген Лаптевтің «Материалы по казах-киргизскому языку», 1912 жылы шыққан Сазонтовтың «Записки по грамматике киргизского языка» деген еңбектері миссионерлердің қазақ тілі бойынша соңғы зерттеулері. Жалпы Қазан төңкерісіне дейін қазақ тілі фонетикасына қатысты ұғымдар танымдық мақсатта сипатталады. Бұл кезде қазақ сөздерін орыс графикасымен жазу тәжірибесі қалыптаса бастайды. Қазақ тіл білімі зерттелуінің жаңа кезеңі қазақ халқының рухани көсемі Ахмет Байтұрсынұлы есімімен байланысты. Халықаралық терминдерге қазақша атау беріп, тіл дыбыстарын зерделеген ғалым 1914 жылы жариялаған «Тіл құрал» атты еңбегінде 24 дыбысты көрсетіп, олардың дауысты, жарты дауысты, дауыссыз дыбыстар деп жіктеген. Бұл еңбек 1925 жылы Қызылорда қаласында қайтадан басылып шығады. Онда дауыстылардың 5 түрін көрсетіп, ал дауыссыздарды жарты дауысты, қатаң, ұяң, ымыралы, ымырасыз деп топтастырады. Ахмет Байтұрсынұлының 1927 жылы шыққан «Дыбыстарды жіктеу» туралы мақаласы мен 1928 жылы баспа бетін көрген «Тіл жұмсар» кітабындағы дыбыстардың жіктелуі бүгінгі күнгі топтастыруға септігін тигізгені анық. Қазақ тіл білімінің дамуына елеулі үлес қосқан ғалымдарға Қошке Кемеңгеров, Елдос Омаров, Телжан Шонанов, Қажым Басымұлы тағы басқалар жатады. Олардың заман талабымен жазылған еңбектері соңғы кезде де өз қолдауларын табуда. Халил Досмұхамедұлының 1924 жылы шыққан қазақ-қырғыз тіліндегі сингармонизм заңы еңбегі қазақ тілі дыбыс жүйесін жаңа қырдан зерттеуге түрткі болды. Сингармонизмге арналған ірі зерттеулердің бірі 1941 жылы Халық мұғалімі журналының 3-4 сандарында жарияланған Ғали Бегалиевтің «Сингармонизм деген не» деген мақаласы. Қазақ тіл білімінің арнаулы бір қалыпқа түсіп, зерттелуі 30 жылдардан басталады. Бұл кезең Құдайберген Жуанов есімімен байланысты. Оның 6 сыныпқа арналған қазақ тілінің грамматикасы атты оқулығы жоғарыда талданған зерттеулерге қарағанда бір жүйеге түскен еңбек болып табылады. Онда дыбыстар, дыбыстау мүшелері, буын, екпін, дыбыстардың үндесуі рет-ретімен қарастырылған. Фонетика мәселелерін әр жылдары жарық көрген ғалымдардың қазақ тілі грамматикаларынан
және Сауранбаевтың қазақ тілі оқулығынан да кездестіреміз. Авторлар мен оқулық атауларын слайдтан көруге болады. Қысқасы, қазақ тілі фонетикасының қазақ тілінде алғашқы соқпақ салып зерттелуі мектеп грамматикасы тұрғысында жүзеге асады. Мектеп оқулықтары көлемінде жазылған еңбектер қазіргі ғылыми фонетиканың қол жеткен биік шыңынан көрінуіне септігі тигені анық. Жоғары оқу орындарының ашылып, болашақ мұғалімдерді даярлауға қажетті оқулықтардың болмауы зерттеушілерді осы бағытта еңбек етуге итермеледі. Сондай туындылардың бірі 1954 жылы шыққан қазіргі қазақ тілі атты монография. Бұл еңбек 1962 жылы толықтырылып, дамытылады. Оқулық лексика және фонетика пәндеріне арналып, қазіргі қазақ тілі деп аталады. Лексиканы Ғаниден Мұсабаев, фонетиканы Ісмет Кеңесбаев жазды. Бүгінгі таңда қазақ тілі фонетикасының зерттелуі айтарлықтай жоғары дәрежеге жетті. Оның дамуына еңбек сіңірген ғалымдар қатарына Сапархан Мырзабеков, Әлімхан Жүнісбеков, Махамбет Жүсіпұлы, Жұмағали Абуов, Зейнеп Базарбаева тағы басқалар жатады. Махамбет Жүсіпұлы сингармонизм фонологиясы атты мақалада қазақ тіл біліміндегі зерттеулерді үш мектеп айналасына жинақтайды. Бірінші, акцентті фонемалық немесе дәстүрлі фонологиялық теория. Бұл бағытта Құдайберген Жұбанов, Ісмет Кеңесбаев, Жұбаныш Аралбаев тағы басқа еңбектері жатады. Екінші, сингармониялық немесе сингармонологиялық теория. Бұған Ахмет Байтұрсынұлы, Халел Досмұхамедұлы, Әлімхан Жүнісбеков, Махамбет Жүсіпұлы тағы басқалардың еңбектері жатады. Үшінші, сингармониялық фонология немесе сингармофонология теориясы. Оған Ахмет Байтұрсынұлы, Халел Досмұхамедұлы, Махамбет Жүсіпұлы тағы басқалардың еңбектері жатады. Адам баласының тілі дыбыстық тіл. Тіл дыбыстары әрбір тілдің өмір сүру тәсілі. Тілдің дыбыстық жағы сөздер мен грамматикалық тәсілдердің өмір сүруінің формасы болып танылады. Тілдегі лексикалық және грамматикалық құбылыстар тіл дыбыстарымен, тілдің дыбыстық жүйесіндегі фонетикалық құбылыстармен әрдайым байланыста, қарым-қатынаста болады. Лексикалық я грамматикалық элементтер белгілі бір дыбыспен немесе дыбыстардың тіркесімімен айтылады. Тіл дыбыстарының өздеріне тән ерекшеліктері, түрлі заңдары болады. Олар фонетиканың зерттеу нысаны болып табылады. Фонетика лингвистика ғылымының арнаулы бір саласы бола отырып, тілдің лексикасымен, грамматикасымен астарласып, байланысып жатады. Өйткені фонетикалық құбылыстар тілдегі сөздерден тыс өмір сүре алмайды. Қайта әрдайым олардың ішінде болады. Фонетика тілдің морфология және синтаксис салаларымен тығыз байланысты. Морфология сөздердің өзгеру, түрлену ережелерін белгілей отырып, фонетиканың қағидаларынан алыс кете алмайды. Дыбыстардың алмасуы морфологиялық, сондай-ақ синтаксистік қызмет атқаруы да мүмкін. Фонетиканың теориялық жағымен қатар, тәжірибелік жағының да үлкен мәні бар. Фонетиканың тәжірибелік мәні әр салада көрінеді. Мектепте дұрыс оқыту мен дұрыс жазғызу әдістемесінің көптеген мәселелері фонетикаға негізделеді. Тілдің орфографиясы мен орфоэпиясына қатысты алуан түрлі мәселелерді оқып меңгеру ең алдымен тілдің дыбыстық жүйесін, ондағы жеке дыбыстардың табиғаты мен фонетикалық заңдарды жете білуді қажет етеді.